Жоқ. Қажеті жоқ. Кітаптың қажеті жоқ, балалар, өзіміз білеміз. Тез. Бір минут қана уақыт. Жақсы, мына жаққа уақыт сияқты. Сенде ше? Сендер сала басқа қатысысын ғана теріп аласыңдар да, қалғандарын алып тастайсыңдар. Біз бұны өтінеміз, иә балалар? Сабағасы да өттік, сабақтасы да өттік, араласында өткен болады. Болды ба? Уақыт өтті. Ал басқа, салалы сіздер бастаңыздар, тез. Енді өзің тоқуынан басқа, салалы. Ал болса, бері. Жауап беріңдер. Бірінші, аралас тұрмалас сөйлем сендерге. Соны сендер таныстыруларын білесіңдер. Бірінші, қаттырақ. Үш немесе одан да көп сөйлемдерден құралады дейді. Аралас тұрмалас айтады. Сендерге есі отырмыз балалар. Бір-біріміздің қателігімізді біліп отырайық, өйткені балалар тұсқа деген қате болса. Келесі. Құрамындағы жай сөйлемдері салаласып та, сабақтасып та байланысады дейді. Дұрыс па? Екі жай сөйлемнің алғашқысы тиянақсыз болып келеді. Екі жай сөйлемнің алғашқысы тиянақсыз болып келеді дейді. Жоқ, саған екі сөйлемін ғана, екі сөйлемнен ғана тұратын сөйлемді айтып тұр. Біреуден қателестік, е? Қане, балалар, мынаны айтады, бекейдер, қараңыздаршы. Үш немесе одан да көп ойдан құралады дейді. Қаттырақ оқыңдаршы. Ол дұрыс па? Араласты. Дұрыс дейді. Жақсы, келесі. Болды. Келесі салалас. Тез. Қаттырақ олапар. Салалас сөйлемнен құралады. Жалғаулықты және жалғаусыз болып бөлінеді. Бөліктері интонация немесе жалғаулықтар арқылы байланысады. Мысалы, және бірақ не таңдалысы. Тамаша. Дұрыс па? Мынаны тыңдаусыздар ма сіздер? Жақсы. Келесі сабақтасы. Жақсы. Құрамындағы сөйлемдерге жақсы. Тағы да. Бөліктері интонация немесе жалғаулықтар арқылы байланысады. Мысалы, және бірақ не. Мына жақта келді. Нұрислам айтты, моқы қапты. Нұрислам тез қапты. Бөліктері интонация немесе жалғаулықтар арқылы байланысты. Мысалы, және бірақ не. Сабақтасы қалай бар? Дұрыс па? Келісеміз ба? Келіспейміз. Ал сен айтшы. Иә, шарттырайды. Сен жинақтар арқылы байланысады дейміз ба? Дұрыс. Жақсы. Өте жақсы. Мынаны екінші балалар біздің таныстыруда қай бала қатысты, сол бала бойынша бағалайсыздар. Ал енді құрметті оқушылар, біздің жаңа тақырыбымызды бастайық. Сендер мектеп тақырып бойынша салаласты да, сабақтасты да, араласты да жақсы біліп отырсыңдар, иә, жақсы. Енді бүгінгі өтетін тақырыбымыз біз сіздермен
қызық тиген сөз ғой иә мәтіндегі ақпараттарды өмірлік мәселелермен байланыстырып құрмаласына келген түрлерін оның ішіндегі қандай құрмалас өтеді екенбіз ыңғайлас саналас құрмалас сөйлемнің жасалу жолдарын біледі екенбіз балалар. Ал енді мынадай сұрақ келіп тұр сендерге. Сендерге сабақта шолғайда мынандай ақпарат беремін. Сіздерді қандай сауалдар тұрды? Осыдан тез ақпарат аласыңдар. Уақыт 2 минут қана балалар. 2 минут сонда жеткілікті деп ойлаймын. Ешкім сұрақтар. Қағазға жазып аласың ба, ауызша айтасың ба? Балалар, былай ғой. Тыңдашы. Тыңдайық бір-бірімізді, иә? Асен. Қазір Бегнұр айтады, соның қазір жауаптарын көреміз, сонымен бәрі тыңдап жүріп біліп отырайық. Кәмшат? Тыңдайық, иә? Ал, баста. Адам құқығы адам үшін не үшін маңызды екенін болса, әрбір адам өзінің құқығы бар, ол құқықты ұстану керек, және мемлекет тарапынан құқықты қорғап, оларға әсер керек. Егер құқықтар мемлекеттің ішінде теңсіздік болса, ол мемлекеттің ішінде демократиялық саясаттың бұзып, іштей бұзылуына әкелуі мүмкін. Сол себептен өмір сүруіне, білім алуына барлығы құқығы болып, соны ұстану қажет. Жақсы. Негізі бала отырып өліп тұрып айтатын да, ол сенің нең болып тұр, құқығың болып тұр, иә, жақсы. Ал екінші топтың сұрағы бізде сабақтасын сол сұрақ. Мемлекет адам құқығымен бостандыққа кепілді. Ол азаматтардың өмір сүруіне, еркін дамуына, заң алдында теңге жағдай жасайды. Қазақстан Республика өз құқықтары адам құқығымен бостандығы қорғауды басты міндет ретінде жүргізеді. Мемлекет балалардың нақты сұрақтың жауабын айтшы бізге. Нақты сұрақтың жауабы.